Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет бауырдан жасалған котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, қоңыраушаны қосып, лайк пен комментарий қалдырып отырыңыздар. Ал сіздерден қолдау болса, менен күнде жаңа рецепттер шығады. Бауырдан жасалған котлет өте дәмді, іші толықтай пісетін, қорықпай жасай берсеңіздер болады, бір жасағаннан шығады. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар 100% кепілдік беремін, дәмі керемет болады. Ендеше бірге жасайық. Ол үшін бізге 600 грамм бауыр, сәбіз, картоп, укроп және сарымсақ, 3 жұмыртқа және осындай кішкене бір кусок нан және ұн қажет болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Ендеше бірінші кезекте нанымызды осылай жібітіп алатын боламыз. Жай ғана суға нандарымызды бөлектеп бөліп алып, осылай үстіне азғана суды құйып, бетін басып суымызға сіңіп тұру керек. Нанымыз толықтай жібуі тиіс. Осындай майда үккішпен өткізетін боламыз сәбізімізді. Достар, менде бұл жерде екі сәбіз алған болатынмын. Мендегі қолымдағы бір сәбіздің өзі жеткілікті болды. Мен описание бөліміне құрамын, грамын қалай қосу керек екенін барлығын жазып кетемін. Сол жақтан толықтай таба аласыздар. Дәл осылай сәбіздің соңынан картоптарымызды да осылай үккіштен өткізіп аламыз. Міне барлығын үккіштен өткізіп болғаннан соң осындай укроптарымызды майда етіп барлығын турап аламыз. Достар, алдыңғы видеомда көпшіліктің пікірінен байқағаным, сарымсақты балаларым ұнатпайды дейді. Қорықпай сала беріңіздер. Мен көп мөлшерде сарымсақ саламын өзім. Үйдегілердің барлығына солай жасаған ұнайды. Егер де сіздің балдарыңыз сарымсақты онша қаламаса, жартысын салып жасап көріңіздер. Сарымсақпен істелінген котлет өте дәмді болады. Қорықпастан жасай беріңіздер. Сарымсақтарымызды да осылай өткізіп болғаннан соң 3 жұмыртқамызды және де нанымызды қасығымызбен жақсылап езіп алып, оны да салып жібереміз. Дәміне қарай тұз бен бұрыш салған кадр түспей қалыпты. Ұнымызды да салып, барлығын араластырып аламыз. Негізінен көпшілік айтады, мен осы бауырдың істелінген котлетім шашылып кетпейді ма деп ойлайды екен. Алайда қорықпай жасай беріңіздер. Менің массам осындай болды. Қолыммен ешқандай да дөңгелекше етіп жасамаймын. Дәл осылай қасықпен салып отырып пісіремін. Ендігі кезекте қызып тұрған, орташа отта тұрған майымыздың үстіне дәл осылай қасықпен котлеттерімізді салып, үстін кішкене басып туырлап жібереміз. Қорықпастан пісіре берсеңіздер болады, ешқандай да шашылып кетпейді. Себебі біздің котлетіміздің ішінде жұмыртқа мен ұнымыз болғандықтан. Дәл осылай барлық котлеттерімізді майымызға жайғастырып алып, пісіріп аламыз. Отымыз міндетті түрде қатты емес, не жай емес, орташа отта тұрғаны жақсы. Сонда тез сырты қызарып, іші піспей қалады деп қорықпайсыздар. Орташа отта екі бетін айландырып, қорықпастан пісіріп ала береміз. Міне екі бетін осылай қызартып пісіріп аламыз. Достар, маған қолдау білдіріп отырыңыздар, лайк, комментария жазып, подписация батырмасын басып, қазақша каналымның дамуына үлестеріңізді қоса кетсеңіздер. Міне толықтай біздің котлеттеріміз пісіп шықты. Толықтай піседі және өте дәмді котлет болып шығады. Егер де сіздің котлетіңіз дәл осылай жасасаңыз, және де шашылып кетіп жатқан болса, сіздің жұмыртқаңыз көлемі кішкентай болуы мүмкін, немесе ұнды кішкене 30-40 грамм тағы қосып жіберуіңіз керек болады. Себебі жұмыртқаның үлкендіктері әртүрлі және де ұндарымыздың тығыздығы да әртүрлі болғандықтан кішкене ғана разница ойнауы мүмкін. Алайда сіздер ұнды немесе жұмыртқаны жартысын қосып жіберу арқылы қайта осындай массаға келтіре аласыздар. Дәл осылай котлеттеріміздің барлығын пісіріп аламыз. Екі бетін қызартып, орташа отта, міндетті түрде от орташа болу керек. Тез қызарып, іші піспей қалмайды. Сол кезде котлеттеріміз пісіп шықты. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз.
Міне біздің котлеттеріміз дайын, өте дәмді, бір жасағаннан шығады. Қорықпай жасасаңыздар болады. Балаларыңызға өте қатты ұнайды. Міне сіздерге ішінде көрсетіп жатырмын, іші толықтай піскен, одан қорықпаңыздар. Ал ендеше рецепт ұнаған болса, сізге пайдасын келтірген болса, менің арнама қосылып қолдау білдіріп отырыңыздар.